Сіздермен бірге мен Күмісбек Медина және менің әріптесім Нығметолла Ерасыл. Бүгінгі студиямыздың мейманы облыстық Иса Байзақов атындағы филармониясының дәстүрлі әншісі Дәуренбек Слямғали. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум ағай. Уағалейкум ассалам. Жалпы көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күй өте жақсы, енді шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Енді барынша сіздерге сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Көптен көп рахмет. Алғашқы сұрақ, өнер саласына қалай келдіңіз? Енді мына өнер деген жалпы қаннан келеді ғой, қанда бар деген дүние бар. Осы жастайымыздан мектеп қабырғасында жүріп ақ осы өнермен таныс болдық, өнерге келдік, ән айттық. 5-ші класстан бастап, сыныптан бастап домбыра ұстап үйрендік, күй тарттық. Енді бұның бәрі отбасымыздағы жаңа қаннан деп айтып отырмын ғой, отбасымызда, нағашым жағымда, өз жұртым жағымда өнерпаздар бізде енді көп десе болады. Оның біразы филармонияда жұмыс жасайды. Өзімне ата мен әжем де ән айтады, өлең шығарады. Бұның бәрі маған дарыған, сол жаңа отбасымнан дарыған, маған келген бір талант деп ойлаймын. Тамаша. Сіз өз мамандығыңызды дұрыс таңдадым деп ойлайсыз ба? Енді менің мамандығымды жаңағы мен жалғасып кете береді ғой. Жалғасқанда сол осы өнерді мектеп қабырғасынан бастадым. Сол өнер маған дарығаннан кейін мен оны ары қарай дамытуға өзім тырыспақтым. Мына колледжге түстім, мына Чайковский атындағы. Сол жерде білім алдым. Сол жерде менің өнерге деген алғашқы баспалдағым ашылды десе болады. Мен сол жерден бастап алғашқы осы дәстүрлі өнер деген не екенін түсіндім. Ол не нәрсе, ол бізге керек па, керек емес па. Ол мен мамандығымды өте дұрыс таңдадым деп ойлаймын. Себебі мен қазақтың сонау ата-бабамыздан келе жатқан өнерін алып келе жатқан, енді барымша алып келе жатқан ұрпақтың бірімін деп ойлаймын. Өзімді бақытты санаймын. Керемет. Өзіңіз жайлы айта кетсеңіз? Өзім енді осы Павлодар облысының тумасымын. Павлодар облысы, мына Павлодар облысы шетінде Тереңкөл ауданы Қызылтаң деген ауылда дүниеге келгем. Одан кейін мына мектеп қабырғасын 9-шы сыныпқа дейін оқып, одан кейін колледжге түстім. Одан кейін Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы консерваториясының осы міне жақындағына 2020 жылы бітіріп тәмамдадым. Ол жердегі мына колледж қабырғасындағы ұстаздарым қазіргі мысалы қазіргі облысымызға белгілі, бүкіл Қазақстан Республикасына белгілі Ербол Айтбаев ағамыз, Аманкелді Қожанов ағамыз, Медғат Манапов ағамыз. Одан кейін Алматыда оқып жүрген кезде ұстазым Еркін Шүкман, мына Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ол кісі бүкіл қазаққа әйгілі әнші, дарабоз әншіміз. Осы кісілерден сабақ алдым. Енді өзімді бақытты шәкірт деп есептеймін. Өте жақсы. Тамаша. Қазіргі таңда қандай шәкірттеріңіз бар? Менің енді осы 20-шы жылы бітіргеннен кейінгі алғашқы жұмысым осы филармониядағы жұмысым. Одан кейін екінші жұмыс жерім ол мына Павлодар облысындағы музыкалық колледжінде дәріс беремін. Енді ол жерде мен алғаш келгеннен кейін шәкірттерім әзірге аз. Мына интернет қабырғасында жас жеткіншектер бар. Одан кейін колледж қабырғасында да 1-2 шәкіртім бар. Енді оларды алдағы уақытта сахнаға шығаруға, конкурстарға дайындау үстіндеміз. Енді барынша бойдағы білімімізді сол шәкірттеріме беруге әзірміз. Жолдарыңыз болсын. Қазіргі кездегі әндер сізге қаншалықты ұнайды? Қазіргі кездегі енді әндер жалпы ұнайды, ұнамайды деп айтуға келмейді. Оның ішінде жаңағы
небір кәсіби түрде жазылған әндерде, эстрадалық жанрда әндер көп. Енді жалпылама айтқан кезде мына эстрада жанры бізде қазақ ән өнерінде Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Жұбаныш Жексенұлы секілді дүлдүл әншілерден кейін кішкене кенжелеп қалды біздің қазақ ән өнеріндегі. Бірақ кейінгі уақыттарда Әміре сынды, Димаш сынды азаматшаларымыз әлемге қазақ ән өнерін танытып жатқан жайы бар. Енді мысалы қазақ өнерінің жалпы мына 20 ғасырдағы Ілия Жақанов, Әсет Бейсеуов сынды дарабоз композиторларымыз қазақи нақышта эстрада жанрында әндер негіз келетін әндер көп жазған. Сол нәрселер қазіргі уақытта жоғалған. Қазіргі уақыттағы мысалы эстрада әндерінің несінде бояуында жаңағы қалай айтсам өзбекше бір нелер бар, мысалы барабанның қосылады ғой ана жерлерінде бір өзбекше нақыштағы бояулар кездеседі. Бірақ қазақы нақышта эстрада жанрындағы бояулар қазір кенжелеп қалған. Осы нәрсеге көп қынжыламыз. Бірақ енді алдағы уақытта енді қазақтың болашағы жарқын ғой. Әлде осы нәрсеге жіті мән беру керек деп ойлаймын. Сіз үшін жаныңызға жақын ең керемет ән қандай? Жаныма жақын енді қазақ ән өнерінде жалпы 10 мыңға жуық ән бар дейміз. Он қала берді бірнеше мың күйлеріміз бар. Оның бәрі сақталған. Енді олардың бәрін үйренбесек те, енді жоқ дегенде 100-ге жуық ән үйрендік қой. Оның ішінде жаныма жақын емес деп айта алмаймын. Ішінде енді сүйіп орындайтындардың бар шығар, бірақ барлық қазақ әндері мен үшін жаныма жақын деп санаймын. Қандай ақынның не әншінің әндері жаныңызға жақын? Мен қазақта ән көп, күй көп, композитор көп, ақындар да көп. Оның қайсы бірін айтамыз. Мысалы, енді көбінесе менің сүйіп орындайтын композиторларым десе болады. Соңына қайтыс болғанына 3 жыл өтті ме, 4 жыл өтті ме, Тұрсынғазы Рахим атамыздың Сәби болғым келеді деген әні бар. Оны барша халық біледі. Осы кісінің Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған біраз әндері бар. Осы әндерді мен көбінесе орындауға тырысамын және жаныма жақын тұтамын. Сіз сияқты әнші болу үшін талант керек пе, немесе таныс керек пе? Мынау қызық сұрақ негізінде. Негізі талант ол жаңағы Құдайдан берген дарын ғой. Ең бастысы адамға жаңағы еңбек керек. Еңбек бәрін жеңбек дейді ғой. Сол себепті еңбектену керек. Оны мысалы таныс болған күннің өзінде де сен еңбегің жану керек қой. Еңбектену керек. Мысалы мен өз басым табиғи дарын деп айтады мені көбінесе. Бірақ көп еңбек талап ететін ол өнер. Сондықтан да әр мамандықтың алып қарасақ та әрқашанда еңбектеніп, сол еңбекпен шығуға тырысу керек деп ойлаймын. Қарап отырсам, қолыңызда керемет домбыра отыр екен. Енді сұрайын дегенім, бұл домбыра қандай домбыраның түріне жатады? Енді қазақта жалпы домбыраның түрлері көп. Қазіргі уақытта негізгі осы қазіргі уақытта көрініп жүрген дейміз ғой. Ел арасында осы әнге келетін мысалы арқа әншілік өнерінде көп қолданатын және жетісуда әншілік өнерінде қолданатын осы мынау абай домбыра деп те айтады. Осыған ұқсас мына қоз құйрық домбыралары деп те айтылады. Жамбыл домбыра деген домбыраның түрлері бар. Және де шанақ домбыра дейді оны. Кәдімгі мына стандартты қазіргі уақыттағы мына шанақ болып келетін.
осындай домбыра түрлері бар. Енді бұл қолымдағы домбыра осы абай домбыра деп айтуға болады, қалақ домбыра дейміз. Енді осындай үлгіде, бірақ абай домбырада мысалы ол шығыс қой, енді абайда үш жекті болып келеді көбінесе ол жақтарда. Енді осы ұстап жүрген домбырамыз енді әнге деп ыңғайланып алған домбырамыз ғой. Ал енді кезекті әнді сүйсен мен жүсе айдарына берейік. Ендеше сізден бір керемет ән болса. Әрине, шырқап берейін. Енді мына сіздердің Абай атындағы дарынды балаларға арналған гимназияның шаңырағына келіп отырғаннан кейін Абайдың әндерінен бір ән орындап берейін. Сіздердің құрметтеріңізге Абайдың әні «Көзімнің қарасы» қабыл алыңыздар. Aşıqdın jarasay, bitmeydi iştegi. Aşıqdın jarasay. Қазақтың данасай, жас бар демес сендей бір адамның баласай, бар демес сендей бір адамның баласай. Жылайын, жырлайын, келгенде қалқаға сөз дайын, айтуға келгенде қалқаға сөз дайын. Жүректің қозғайын, білмеймін-ау, көп сөйлеп созбайын. Өзі де білмеймін-ай, көп сөйлеп созбайын. Қыз емес қымсынар, әргін бағым сонар. Құдай-ай, көп бармай, бұл көңілім бір тонар. Құдай-ау, көп бармай, бұл көңілім бір тонар. Рахмет. Дәуренбек аға, алтындай уақытыңызды бөліп келген үшін мыңда бір алғыс. Және рұқсат берсеңіз, енді біздің көрермендерімізге айтар бір алғыс сөзіңіз болса, не ниеттеріңіз болса. Бәрекелді. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Енді бұл енді бағдарламаның аты менің мамандығым, е. Енді осы жастарға тілерім, осы мамандықтан шатаспай,
мамандықтарын дұрыс таңдап алдағы уақытта биік белестерден көруге тілекшімін. Енді осы мамандық арқылы Қазақстанның өркендеуіне, жандануына себеп болатын жастардың көбеюіне тілектеспін. Рахмет. Ал енді бүгін біздің студиямызда болған халықаралық әрі республикалық байқаулардың лауреаты Дәуренбек Сиямғалиұлы. Және сіздермен мен Ахметова Ясыл және менің әріптесім Күмісбек Медина. Қош сау болыңыздар.